Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі тұңғыш рет республика аумағында мемлекеттік қызметшілер арасында әскери жаттығу сайыстарын өткізді. Әкімшілік қызметшілері таң сәресінен жаттығулар орындап сынға түсті. Толығырақ әскери алаңға барып қайтқан тілшіміздің әңгімесінен. Павлодар ауданы Мичурин ауылы маңында орналасқан әскери полигон мемлекеттік қызметшілер үшін сайыс алаңына айналды. Әскери жиынға әскери міндетті емес қызметкерлер қатысты. Денелерін қыздырып, дайындықтарын пысықтап алған соң, тосқауыл жолағынан өтіп, автоматты жылдан бөлшектеп жинап сайысты. Одан кейін 100 және 1000 метрлікке жүгіру болды. Данияр Тұрсын Ақсу қаласының ішкі саясат бөлімінде бас маман болып жұмыс істейді. Ол мұндай жарыстардың жиі ұйымдастырылуын қалайды. Ұйымдастырылып жатқан іс-шара бізге бір септік пайдасы тиеді деген ойдамын. Өйткені біз мемлекеттік қызметкер ретінде әскери былайша айтқан кезде борышымызды елдің алдында өтеу кезінде өзімізге керекті бір тәжірибені аламыз деген үміттемін. Іс-шараның мақсаты туған елге деген сүйіспеншілікті арттыру, ұқыптылықпен жинақылыққа және әскери білімді шыңдау. Ең мықты деп танылған аудан мемлекеттік қызмет істері департаменті тарапынан марапатқа ие болады. Мичурин ауылы маңындағы әскери алаңға облысымыздың әр ауданынан мемлекеттік қызметшілер келді. Олар кабинеттеріндегі жұмыстарын тастап, әскери жаттығулар орындады. Барлығы 12 ауданнан 65 адам қатысты. Бір айта кетерлігі, бұл спорттық жиын Павлодар қаласының нөмір 6679 әскери бөлімінің қолдауымен өтті. Бір кісі сияқты түгелі қабылдап, осы шараны түгелі жиналды мұнда келіп. Мемлекет қызметкерлері әртүрлі бөлім басшылары, жай жетекші мамандар, әкімнің орында, округтың әкімдерінің орынбасарлары да бар мұнда. Адал қорғаушы әскери оқу-жаттығу жиынның бір бөлігі әскери полигонда өтсе, екінші бөлігі қаламыздың нөмір 6679 әскери бөлімінде болды. Онда мамандар сарбаздардың күнделікті өмір салтымен танысып, әскери техниканы көрді. Әскери оқулардың қорытындысы бойынша Май ауданы 1-ші орынды, Ақтоғай 2-ші, ал Баянауыл 3-ші орынды иеленді. Әйгерім Тоқпанқызы, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат, Павлодар ауданынан.